Сәлеметсіздер, мен Егінді жалпы орта білім беретін мектебінің оқушысы Серикова Райхан. Бүгінгі менің жобамның тақырыбы жасыл шатырлар құрылыс жүйесін дамытуға арналған бизнес жоба. Бұл жобамның басты мақсаты қалалық ортаны жақсарту және тұрақты дамуға өз үлесімізді қосу. Нарықтың өсуі мен экологиялық қажеттілік. Қазақстанда экологиялық таза және энергия үнемдейтін құрылғыларға сұраныс жыл сайын 20%-ға өсуде. Жасыл шатырлар қаланың ауа сапасын жақсарту және жылу шығынын азайтуға 20% азайту мүмкіндігі бар. Жасыл шатырлар дегеніміз не? Жасыл шатырлар дегеніміз ол бізде өсімдік қабаты, топырақ қабатынан тұратын көп қабатты жүйе. Ол тек әдемілік үшін ғана емес, яғни оның көптеген функционалдық артықшылықтарды қамтамасыз етіледі. Ең біріншісі ол бізде қосымша қорғаныс қызметін атқарады. Екіншісі су жинау, яғни артық суды сіңіріп, ағынды су жүктемесін азайтады. Жылу оқшаулығы дегеніміз ғимараттың температурасын реттеуге көмектесіп, жылу мен салқындауды сақтайды. Бұл жерде көріп тұрғанымыздай, бұл бізде өсімдік қабаты және топырақ қабаты. Технологиялық шешімдер мен инновациялар. Ең бірінші ол желілі салмақты сэндвич панельдер. Заманауи желі материалдар шартырға артық салмақ түсірмейді. Су өткізбейтін мембраналар, яғни бұл жерде бізде артық судан шатырлар сақтайды. Автоматты суару жүйелері. Бұл жерде біз құрылғылар арқылы адамның көмегінсіз суару жүйесін атқара аламыз. Дренаж жүйелер, бұл жерде біздер артық суларды сіңіріп және өсімдіктің ұзақ тұруын қамтамасыз етеді. Бұл жерде көріп тұрғанымыздай, жасыл шатырлар тек көп қабатты үйден емес, және де жер үйлерден де қолдануымызға болады. Нарықтағы бәсекелестік және де біздің артықшылықтарымыз. Біз экологиялық талаптарға сай жұмыс жасаймыз. Біздер көбінесе энергияны үнемдейтін шешімдерді қабылдаймыз. Және бізде тәжірибелі команда бар, яғни құрылыс саласында тәжірибесі мол білікті мамандардан құралған тобымыз бар. Сенімді жеткізушілер, бұл жерде бізде сапалы материалдар жеткізетін, яғни мемлекеттік қолдау, біз мемлекеттің бізге беретін несиелері мен экология жолға арналған жеңілдіктерін пайдалану мүмкіндігіміз бар. Қаржылық модель және инвестициялық тиімділік. Бастапқы инвестицияға біздер мемлекеттің бізге арналған гранттар мен жеңілдік несиелерін қолдану арқылы бастапқы материалдарды сатып алып, олармен жұмыстануымызға болады. Көбінесе бізде бұл жерде көп қаржы кетпейді, яғни біз оны табиғаттан да ала аламыз. Мысалға, күннен жылу, жаңбырдан су ала аламыз. Жобаның экологиялық және әлеуметтік әсері. Ең бірінші ол бізде қаланы жылу шығынын азайтып, көмірқышқыл газын азайтады. Екіншісі ол бізде қаланы көгалдандыру жұмысын жақсартып, қала тұрғындарының денсаулығын ұзарта аламыз. Үшіншісі ол бізде жұмысы жүрген адамдарға жұмыс орындарын ашу. Іске асыру кезеңдері мен мерзімдері. Ең біріншісі планинг, яғни жоспарлау. Бұл жерде біз жоспар құрып, өзіміздің моделімізді құрамыз. Procurement ол бізде сатып алу, яғни бұл жерде біз сапалы материалдар сатып аламыз. Construction бұл жерде құрылыс, яғни біз моделіміздің құрылысын жүргіземіз. Launch ол жерде біз қорытынды тест жасап, өзіміздің жобамызды іске асырамыз. Тәуекелдер және оларды басқару. Ең бірінші ол бізде Қазақстанның қатаң климатына төзімді сапалы материалдар арқылы тәуекелді азайтуымызға болады. Қаржылық тәуекелдер дегеніміз ол бізде күтпеген жерден артық шығындар пайда болып, бұл шығындарды біз мемлекеттік қордан ала аламыз. Нарықтағы бәсекелестік, яғни біз клиенттермен тұрақты байланыс орнатып, қызмет сапасын арттыра аламыз. Және қорытынды, жасыл шатырлар болашақ құрылыс жүйесінің негізі. Ең бірінші ол бізде экономикалық тиімділік, қаланың экологиялық жағдайын жақсартады, тұрақты даму жасыл технологияларды дамытуға үлесін қосады, экономикалық тиімділік, энергия шығындарын азайтып, тұрақты пайда әкеледі, әлеуметтік әсер тұрғындардың өмір сүру сапасын арттырады.